үй жануарын алуды қаладым, бірақ тек балық емес. Содан кейін анам екеуміз жануарлар дүкеніне барып Пиклз атты хомяк сатып алдық. Мен бұған қатты қуандым, себебі бұл менің ең алғашқы үй жануарым еді. Пиклз өте сабырлы болатын. Ол сипағанды жақсы көрді. Біз күн сайын бірге ойнайтынбыз, бірақ ол дөңгелекте жүгірмейтін. Мен бірақ бұған аса қатты уайымдаған жоқпын. Пиклз өте сүйкімді, мен оны жақсы көретінмін. Онымен әрқашан бірге болатын едік. Ол менің жан досыма айналды. Бір күні ол мені қатты тістеп алды. Мен не істерімді білмедім. Оны клеткасына апарып тастадым. Сол кезде ол ең алғаш рет дөңгелекте жүгірді. Мен қатты қуандым. Тіпті оның тістегенін де ұмытып кеттім. Оны мақтай бердім. Сосын анам мені түн ортасында тұрғызып алып, Пиклздің өлгелі жатқанын айтты. Мен қатты таңғалдым. Тіпті не істерімді білмедім. Содан кейін мен Пиклзді көруге бардым. Ол кезде ол ауырсынып жатқан еді. Мүмкін өлмелеп құлап қалған шығар деп ойладым. Себебі ол өлмелегенді жақсы көретін. Бірақ ол олай емес. Содан кейін оны көтеріп алып қарадым. Екеуміз бірге демалдық. Осылайша ол көп демала бастады. Біраздан кейін Пиклз демалмай өліп қалды. Мен қатты жылағым келді, не істерімді білмедім. Содан кейін анам мені құшақтап жылай бастады. Мен сосын қатты жыладым. Мен мектепке барғанда барлығы достарым мені қолдады. Бірақ мен бәрібірде жылай бердім. Ақыры оны жерлеуге бардық. Мен қоштасу қағаздарын оқып көме бастадым. Оны сағынатынымды айттым. Содан кейін тағы жануар сатып алуға бардық. Мен қанша күн өтсе де ешқашан Пиклзді ұмытпаймын. Достар, егер де сіздерге осы анимация ұнаса, лайк басып арнаға тіркеліңіз.